Қазақ халқының бірлігін нығайтуға зор үлес қосқан атақты үш бидің бірі. Мемлекет қайраткері Әз Тәукенің тұсында «Жеті жарғы» атты заң жобасын жасаған ел ағасы, қазіргі Жамбыл облысының Шу өңіріндегі Жайсаң жайлауында туған, ұлы жүздегі Дулат тайпасының жаныс руынан шыққан. Төле би Әлібекұлы – казахский би, оратор. Он родился в Чуйском районе Жамбылской области. Красноречие его отца Алибека, знание старой грамоты и народных сказаний способствовали раннему взрослению мальчика и получению благословения от знаменитых в то время биев. Одаренный он от природы, Төле би с 15 лет участвовал в управлении страной. Его идеалом был союз интеллекта и верности, справедливости и единства.